Астана полициясы автопаркін жаңартқалы жатыр. Жай ғана емес, жаңа көліктер қоса сатып алмақ. Оның ішінде Kia K9, K5 және Skoda Super B сынды көлік модельдеріне 8 миллиард теңге жұмсау жоспарланып отыр. Оның үстіне сатып алу лизинг арқылы жүргізілмек. Мұндай ауқымды сома заңды сұрақ тудырады. Элиталық седандар мен кроссоверлер соншалықты қажет пе, әлде тағы да бюджет есебінен жасалатын жайлылыққа көбірек ұқсай ма? Астаналық полиция департаментінің сатып алулары жайлы Жүзмедиа толық шолу жасады. Мемлекеттік сатып алу порталында Астана полиция департаментінің тендеріне өтінім қабылдау 18 қыркүйекте басталған. 8 миллиард теңгеге сәнді седандардан бастап автозактар мен жүк техникасын сатып алу қарастырылған. Олар көлік шығарушы компанияларды, маркалары мен модельдерін де нақты көрсеткен. Атап айтқанда, Сарыарқа Автопром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазтехно жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, КамАЗ Инжиниринг акционерлік қоғамы мен СемАЗ ЖШС шығарған көліктер қажет. Жалпы алғанда елорда полициясына басы бүтін 223 көлік керек. Ал енді ауыр техниканы қозғамайық, жеңіл автокөліктің бірнеше үлгісін талдап көрелік. Мәселен, Kia K9 жай ғана көлік емес, премиум сегментіне жататын флагмандық модель. Бұл машина қуатты қозғалтқышпен, былғары салонымен, қауіпсіздік пен жайлылықтың смарт жүйелерімен жабдықталған. Яғни патрульдік емес, бизнес-классқа көбірек лайықталған. Астаналық полиция департаменті дәл осында екі көліктің әр қайсысын 44 миллион теңгеден сатып алуды жоспарлап отыр. Айтпақшы, полиция тізіміндегі барлық көлік 2024-2025 жылы шыққан болуы тиіс.